Алла Тағала өзімен таныстырып осы жерде келесі аятында Аллаху ла илаха илля хуа деді. Аллах, одан басқа тәңір жоқ. Мына сөз Аллах, одан басқа тәңір жоқ деген сөз үшін жаралған күллі жаратылыс. Бір періштелер сол сөз үшін жаралған әлі сәждеде жатыр. Бізге ондай өмірді қаламады Атала. Бізге 5 уақыт ұстап бер, арасында өмір сүр, өркениет тұрғыз, білім тұрғыз, тағы қалалар тұрғыз, проблема жоқ. Пайдалан, мен кеңмін, тек іргетасың дұрыс болсыншы. Әйтпесе мен бәрін құлақтата аламын дейді. Сондықтан бізге өмір сондай. Біздің күллі клеткамызда, бойымыздағы әлсіз тұстарымыз бар, тағы басқа тұстарымыз бар, бәрін қадағалап, қамқорлығына алып қойған. Ешқандай қиындық жоқ бұл дінде. Бұл дін тек қана сіздің бақытыңызды қалайды, одан басқа нәрсені қаламайды. Сосын өмірді тәлім және тәрбиеге негіздеген Алла Тағала. Тәлім мен тәрбие болмаған жерде бетімен кетеді адам баласы. Сондықтан Алла Тағала тәлім мен тәрбиені қалаған. Құранмен де тәрбиелейді. Мына жақтан малыңа тисе бір тәрбиелейді. Мына жақтан біреуден ауыр сөз естіп бір тәрбиелейді. Мына жақта көлігіңе тисе бір тәрбиелейді. Өйткені оның барлығы ақыретіңді бай қылу, бақытты қылу. Басқа мақсат жоқ о жерде. Мен сіз осыған келісетін болсаңыз, жан дүниеңізбен сіз бақыттысыз. Сондықтан бақыт деген ол күй. Ішіндегі халің. Жаңағындай, мысалы, бір нәрсені біреуге ұрсып жіберейін деп, сөйлейін деп тұрып ұрыспай қалуыңа бақыт ол. Қана сен жоғалып қалғың келген жоқ. Басыңа берген бақытың кетіп қалуын қаламайсың. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху софада тұрған кезінде дұға жасайды. Соны Нафиғ деген жаңағы табиғын жеткізіп жатыр. Софада тұрған кезде дұға жасады дейді. Аллахумма иннака культа фи китабика удуни астаджиб лакум. Аллах Тағалам, сен өзіңнің кітабыңда айтқан едің, менен сұраңдар, мен сендерге жауап беремін деп. Ва иннака ла тухлифул миада. Расымен де сен уәдені ешқашан бұзбайсың ғой. Ва инни ас'алука кама хадайтани лил ислам. Мен расымен де сенен сұраймын, я Алла Тағалам, мені осы тура жолға, исламға салғаныңдай, маған мұқтаж болмаған күйде. Маған еш мұқтаж болмаған күйде мені осы тура исламға салғаныңдай. Әллә тәнзираху минни. Оны менен алып қоя көрмеш дейді. Қараңыз, не айтып отыр. Ең қорққан, бір қате сөзімнен, бірден кемнен алып қоям екен деп қорқады екен сайрақ адамдар. Соны менен ажыратып алып қоймашы, хатта татаваффани, жанымды алған күнге дейін. Ва ана муслим. Менің жанымды алған күні мұсылман болайыншы мен дейді. Қараңыз, не айтып отыр. Осындай адамдар біздерге жаңағы өнеге болады, үлгі болады осындай сөздерімен. Сондықтан Алла Тағала, ол Аллах, одан басқа тәңір жоқ. Лахул асмаул хусна. Ең жақсы есімдер оған тән. Қарас, қалай өзіне қарай бұратсызды. Көктердегі нәрселердің бәрі менікі дейді. Жердегінің бәрі менікі дейді. Екеуінің арасындағы менікі, жердің астындағы менікі, күллісі менікі. Күллі көркем есімдер маған тән дейді. Күллі пәрмен күш маған тән, дүниеде ақыретте маған тән дейді. Қарас, сізді өзіне қарай қалай паш етеді ұлылығын сізге, сіз оған қарай құлау үшін. Ең жақсы есімдер оған тән дегенде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады бізге. Расымен де Аллах Тағалаға 99 есім тән дейді. Яғни бізге білдірілген есімдері. Алла Тағаланың бізге осы жақта жердің бетінде білуімізге жеткілікті көрген есімдері. 99 есім. Мән хафизаха. Кімде-кім соларды сақтаса жадына. Яғни ол біріншіден сіз оны жаттап алуыңыз. Сосын жадында сақтаса деген сөз, әрдайым жүрегіңмен бірге өмір сүру керек. Ва ақсоха дейді, ва мән ақсоха дейді бір жерде.
соны шамасы келген шамалға асырса дейді. Сосын күллі 99-ын дейді. Дахалел жәнна, жәннатқа кіріп кетеді дейді. Мысалы ғұфур деген есімі өте кешірімді. Жүріңізбен қалай істейді? Қай уақытта керек ол? Бір қателік жасап қойдың, бірден кешірім сұрайсың Алладан. Алла Тағала жаныңды жуып жібереді, таза қылады. Екінші тұрғыдан, біреу сізден кешірім сұрайды. Біреу сізден кешірім сұраған кезде, сіз оны кешіре алмасаңыз, сіз бұл есімді қастерлемеген адамсыз. Сен қалай оған кешіре алмайсың, өзің мына жақта кешірім сұрайсың қазір? Қай бетіңмен? Неге сен Алланы өзіңнің ойыңдағыдай қылғың келеді? Неге? Ол айтылды ғой, ол сен жаққа ешқашан өзгермейді. Сен оған қарай өзгеру керексің. Сен Алланың құлысың тәрбиесіндегі. Кешірімді ма Раббың? Кешір бәрін. Рахымды ма Раббың? Рахымды бол. Бай деген есім ғанийюн, мұқтажсыз бай. Не деген сөз ол? Берген нәрсесіне қанағат қылуың. Адамдардың қолындағы нәрсеге мүлде қызықпауың. Адам қандай көлік мініп жүр ма, қандай үлкен үй сабатыр ма, қызық болмау керек сізге ол. Егер оған қызықсаңыз, сіз әлі бақыттың не екенін түсінбеген адамсыз. Фасхат фи дуния юхиббук Алла дейді. Мына дүниеге қызықпа, Алла сонда сені сүйеді дейді. Соқтан Алла Тағала берді ме өзіңізге белгілі бір ризық? Бөліп тастаған. Біреуді өле-өлгенше бай жазып қойған Алла Тағала. Солай болады ол. Біреу өле-өлгенше бай боламайтын қылып жазып тастаған. Енді сен шаршасаң, сен босқа өзің шаршататын адамсың. Сен соқтан еңбегіңде күтіне жазғанын саған Алла Тағаланың. Берген нәрсесіне қанағат қыл. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, хуббал масакин, міскіндерді сүюді үйретші маған, я Раббым деп. Соқтан дәулеттілерге қарағанда қарапайым адамдардың қасында бол. Аман қаласың. Кен бұлардың қасында қарапайымдықты үйренесің. Бұлардың қасында сондай бір дүние көп жоқ. Соқтан Пайғамбарымыздың өзіне де сондай нәрселерді айтқан. Анау сахабаларының қасынан кетіп қалма. Солармен бірге сабыр ет дегендей. Соқтан Алла Тағаланың есімдерінің тағы бір маңызды бір екеуін айтып кетсек, Алла Тағала естуші. Сол ақида сабағы немесе иман сабағында бүйтіп айту, Алла Тағала естуші, Алла Тағала бәрін естиді. Ол ақпарат, бес аласың емтиханнан болды дегендей. Мәселе ода емес, мәселе естуші дегенде сенің жүрегіңмен не үшін естуші екендігін саған баяндаған. Ол Алла осы нәрсені не үшін сізге айтып отыр? Сөйлейтін кезіңде жұмыс істеу керек боласың. Сөйлейін деп атып сөйлей алмайсың. Сөйлейін деп атып сөйлей алмайсың. Неге? Естуші. Сөйлеп қойсаңыз, астағфиралла. Жаңа жерде мен 100 рет астағфиралла айтып жіберейін. Атадан кешірім сұраңыз. Астағфиралла. Жалғыз өзіңіз отырып жұмыс істеңіз. Көруші. Алла Тағала көруші. Яғни сіздің бүкіл қылығыңызды көреді. Әрде біреудің телефоны жатыр. Алып көрсе болады. Алып көріп, қарап, басып көрсе болады. Бұл жақсылық емес бұл. Бұлай істеу жақсылық емес. Ұстайын дедім, Алла Тағала көруші. Аманат деген қасиеттер, тағы да басқа қасиеттер көріс қой. Сондықтан бір нәрсе бір жерде құлап қалса, қашан қоғамда бір кварталда бірдеңке құлап қалса, сосын сол адам қайтадан келіп өзі келгенде сол жерде жатса, міне салиқалы қоғам деген сөз. Осыны Алла қалайды осы есім арқылы. Сол үшін сен жүрегіңде өмір сүру керек. Көруші, естуші. Сосын айтады, алимун бизати судур, ана көкірегіңдегі нәрселерді білем дейді мен. Біреу туралы жаман ойлама дейді. Сен қазір жаман ойлап жатсың. Сосын ол саған келетін кезде сен амандасамай қаласың. Көрдің бе? Не басқарып кетті сені? 5 уақыт намаз оқып жүрген адамсың негізі. Талай Рамазанды ораза ұстағансың.
Қараңыз қалай біз әлсіздік танытамыз. Жаңағы ой ойладың, ана келе жатқанда жамандасамай тұрсың. Кімдіксің сен? Бұл ер емес, бұл Алланыкі емес. Сен өзіңдіксің. Сондықтан жаңа бақыт деген нәрсе қорытынды ретінде Алла Тағаланың разылығы, әрдайым сол Алла Тағаланың разылығын көздеу керексіз болды. Сосын Алланың сізге мынаны істе дейтіні бар, сосын мынаны істеме дейтіні бар. Осы екі нәрсе арқылы сізді бақытқа апарады. Істеме деген нәрсесінде жауап бере алмай тұрсаңыз, сол жерде 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл тұра беруіңіз мүмкін бейтіп. Тежегіште тұра береді, ол болды. Алла Тағала өзгермейді, сен өзгермейінше. Сонда да өмірің біраз заяға кетіп қалады. Сол секілді мынаны істе деді ме, оны істемейінше де ол саған бәрі алдыңда тұра береді. Сосын осы екі нәрсе қияметте келіп сұралады. Сондықтан Алла Тағаланың разылығы әрдайым естідім деп, ойсындым деуге, өзіңді тәрбиелеуге тырысуың. Осы сіздің бақытыңыз дүниедегі және ақыреттегі. Сондай-ақ ешқашан сүрінген кезіңізде, қиналған кезіңізде, дөңгелекпен бірдеңке болғанда, машина жүрмей қалған кезде, тағы да басқа қандай сынақтар болды, Алланың даналығымен істеледі. Сол жерде біз мимиканы дұрыс сақтау керекпіз. Біліңіз, сізге ақыреттен үлкен бір сыйлық келіп жатыр. Қазір сіз не ұмытасыз, не босқа кетеді мына сынақ. Босқа кетіп қалады мына сынақ. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инналлаха иза ибтала ал-абда». Алла Тағала сол бір құлды сынаған кезінде яқулу лил малаки аллази яктубу амалаху. Әлгі күнде амалын жазып жүрген періштеге айтады дейді Алла Тағала: ауырып қалды бұл. Құл ауырып қалды. Сонда айтады екен: «Фи кулли яумин ва лейлатин уктуб ли абди мисля ма кана яъмалу минал хайри». Осы күнге дейін қандай жақсылықтар істеп келеді да, мына ауырып жатқан күндері мен түнінде соларды жаза бер дейді. Қараңыз, жаза бер. Мадама махбусан фи васақи. Мен бұны тұсаулап қойдым дейді. Қараңыз, Алла Тағала келтіріп отыр. Қазір менің тұсауымда тұр дейді. Бұл тәрбиелеп отыр. Сырқатты көрдіңіз бе, қандай қылып келтіріп отыр? Хатта ақбидаху аутлиқаху. Не осы аурудан оның жанын бірден алып кетем дейді. Не бұл жаңағы тұсауымнан босатам дейді. Егер де оны дейді шипа беріп босатып жіберсем, ғосалаху ва таххараху дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: жуып жібереді дейді жанын, және тап-таза қылып жібереді дейді. Сөйтіп аурудан тап-таза болып шығады дейді. Ал егер де сол ауру өліммен сәйкес келіп тұрған нәрсе болса, айза қабидаху, жанын алатын болса, ғафаралаху ва рахимаху дейді. Күнәларын толық кешіріп, рахымына кіргізе салады дейді. Осылайша кез келген сынақ Алла Тағаланың сізге жағындай ұшадым деген мәселесін өзін назар аудара беріңіз. Сіз оның тәрбиесіндесіз. Осындай кездерде иншалла өзімізге берік не болу керекпіз. Өйткені ол күні оны сынақ келген кезде сіздің ойыңызда қандай болмай қалады біраз нәрсе. Соны жұмыстарыңызбен сынайды. Енді ана жаққа кім бара алады екен, ананы кім істей алады екен, деген уайымдар деген нәрсе. Алла білмейді ма? Алла Тағала білмей ме оны кім істейтінін, қалай істеп жүретінін? Әлде сен осы күнге дейін өзің бе жүргізіп келген соны? Бәлкім сөйтіп айтарсың, мен жүргізіп келгем деп. Сен тек өз қабілеттеріңді неңді істеткен ғой Алла Тағала. Сондықтан Алла Тағаладан келетін сынақтың барлығы ол сізді бақытты қылу үшін ғана келген. Осыған ойымыз тоқтау керек. Сол осы нәрселерді Алла Тағала бізге нәсіп етсін иншалла.